Армысыздар, құрметті көрермен, бүгін барша мұсылмандар үшін маңызды мереке, ұлық мереке, Құрбан айт. Дәл қазір біз Астана қаласы Әзірет Сұлтан мешітінің жанындамыз. Бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлының қатысуымен Құрбан айт намазы өтіп жатыр. Сондай-ақ еліміздің барлық өңірінде Құрбан айт намазы оқылып жатыр. Мешітке жиналған жамағаттың қарасы қалың, барлығы бір-бірімен қауышып, жылы лебіздерін білдіріп, мерекелік көңіл күймен бөлісіп жатыр. Аса рахымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мақтау, мадақ болсын, пайғамбарымызға салауат пен сәлем болсын. Барша отандастарымызды, қазақ елін, жамағатымызды өз атымнан, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының атынан шын жүректен Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы биылды құрбандықта татуласу мерекесі деп те жариялады. Осыны халыққа үндеу ретінде жеткізіп жатырмыз. Бұл мереке жалпы құрбандық, жақсы амалмен Құдайға жақындау. Жақсы амалдың бірі татуласу, бауырласу. Кез келген адам егер өмірінде бір кісілерменен ренжісіп қалған болса, кешірім сұрау, кешірімге келу. Пайғамбарымыздың керемет хадисі бар: туысқандық қарым-қатынас шақырғанға бару емес дейді, шақырмағанға бару, яғни келмегенге бару. Кешірім сұрап келмесе, сіз барып кешірім сұраңыз деп пайғамбарымыз бізге өсиет айтқан. Сондықтан құрбандық сондай мереке. Егер араздасып қалған кісі болса, ол кісі маған келсін деп жүрмей, кім бірінші барса, сол адамның бірінші күнәсі кешіріледі. Сондай-ақ құрбан мейрамында мұсылман адам жүзінде күлкі болу керек. Ол күлімсіреп, қуанып жүру керек. Яғни оның келбетінен, оның көрісінен құрбан мерекесі сезіліп тұру керек. Бұл пайғамбарымыздың бізге айтқан өсиеттерінен. Адам кешірімде болу керек, қуанышта болу керек. Мұсылманның мерекесі екені оның сыртқы бейнесінен көрініп тұру керек. Сондай-ақ таза киім кию, мүмкін болса жаңа киім кию, болмаса таза киім кию, әтір қолдану, осындай жақсы мерекелік көрініс мұсылманның сыртқы бейнесінен көрініп тұруы бұл күндерге сауапты амалдарға жатады. Құрбан айт намазынан кейін мешіттерде ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылып, жамағатқа көже мен бауырсақ таратылды. Бұл қазақтың салт дәстүрі мен ұлттық құндылықтарына деген құрметтің көрінісі болды. Мерекелік көңіл күй мен рухани атмосфера ерекше сезіледі. Бүгінгі Құрбан айт мерекесі құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Алла әрқашанда қайда болсаңдар да жолдарыңды беріп, жылдан жылға осы Құрбан айтқа жете беруге Алла жаза берсін. Барлығымызға Алла денсаулық, семьяларына бақыт берсін қарағым. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін неке қасиетті мереке, Құрбан айт мерекесімен баршаңызды құттықтаймын. Тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Айтқа аман есен төрт көзіміз түгел болып көбейіп, еліміз аман болып жете берейік. Баршаңызға тек жақсы тіледім. Жақсы күндеріміз көп болсын. Міне Астана қаласында республикалық бас мешітте айт намазынан кейін керемет тойланып жатыр. Қазақи ұлттық тағамдар таратылып жатыр. Және де мына алаңда ұлттық ойындар болып жатыр. Баршаңызға мереке құтты болсын. Тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Құрбан айт бірлік пен мейірімнің, татулық пен ізгіліктің мерекесі. Құрбан айт құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, береке бірлігіміз нығая берсін. Динара Нұрланқызы, Рамазан Едресұлы, Ербол Малыбаев. Арнайы Мұнара телеарнасы үшін.